Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге шоколадты эскимо пирожныйның жасалуын көрсететін боламын. Алдағы рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаға құм шекерді салып, екеуі жақсы араласқанға дейін миксерлейміз. Одан кейін сүт және сұйық майды қосып, тағы да бір араластырамыз. Одан кейін құрақ ингредиенттерді, яғни ұн, какао және қамыр қопсытқышты салып араластырамыз. Барлығы жақсылап араласқаннан кейін сұйық массамызға қосып, тағы бір миксерлейтін боламыз. Дайын болған массамызды қызып тұрған 150 градус пеште 15 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін қуырыштарды толық суытып, оны блендерда ұсақтайтын боламыз, немесе қолмен де ұсақтауларыңызға болады. Одан кейін оның үстіне ерітілген май және қойылтылған сүтті қосып жақсылап араластырамыз. Ең соңында осындай эскимоның формасына салып, тығыз етіп орналастырамыз. Бетін жақсылап тегістейміз. Ең соңында таяқшаларын қыстырып, мұздатқышқа 1 сағатқа жібереміз. Енді кезекте глазурь дайындаймыз, ол үшін шоколадқа сұйық май қосамыз. Екеуін жақсылап ерітіп араластырамыз. Және өз қалауларыңыз бойынша орео печеньесін осылай ұсақтап қосып жіберуіңізге болады, немесе түрлі жаңғақтар қосуға да болады. Мұздатқыштан шыққан пирожныйларымызды формасынан шешіп аламыз. Одан кейін дайындап қойған глазурьға жаңа пирожныйымызды батырамыз. Эскимоларды өздеріңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мінекей осымен шоколадты эскимоларымыз дайын. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.